Бәріне сәлем. Қайырлы таң, күн немесе кеш. Сіздермен бірге кезекті подкастымыз Зелис тобымен. Ең алдымен бір өзімізді таныстыра кетейік. Менің есімім Олжан, осы команданың мобилографы боламын. Менің есімім Камшат, мен осы топтың белсендісімін. Менің есімім Бейбіт, бұл топқа енді қосылып жатырмын, жаңа мүшесімін. Менің есімім Қымбат, осы топтың организаторымын. Мен атым Аянат, осы топтың шеголымын. Менің есімім Марайлым, мен осы топтың бесшісімін. Подкастың соңында билет береді. Бүгінгі біздің кітабымыз осы Стэнфорд университетінің профессоры, америкалық психолог Кэрол Дуэктің «Гибкое сознание» кітабы. Жалпы бұл кітапта екі түрлі установка тереңінен түсіндіріліп қарастырылған. Олар бізде fixed mindset және growth mindset, яғни гибкое сознание және фиксирование. Ең алдымен гибкое сознание бұлар, яғни жалпы адамның өміріне, жетістіктеріне осы установкалардың әсері өте үлкен. Және егер де адамдар өздерінің қабілетін өзгермейтін деп таныса, бұл установка бізде установка на данность, яғни фиксирование мышления. Ал керісінше адам егер де өзінің қабілетін өзгерте аламын, еңбек ету арқылы бір жетістікке жетемін деп ойласа, бұл установка на рост, яғни гибкое сознание деп аталады. Жалпы кітап орыс тілінде болғандықтан бізде тіл тазалығы сақталмауы мүмкін, сондықтан қазақша, орысша сөздер араластырып сөйлейтін боламыз. Жалпы кітапта осы екі установканың басқа сферадағы әсерлері жайлы толықтай қарастырылған, және қазір осы бөлімдер жайлы нақтылап айтатын болсақ. Мен взаимоотношения туралы айтқым келеді, яғни адамдар арасындағы қарым-қатынас және оларды қалай дамытуға болады. Каждый человек по-разному справляется со своими чувствами, яғни әр адамның өзіне тән қылықтары, чувстволары, сезімдері болады. Әр адам дружбада немесе бір адаммен қарым-қатынаста өзін кішкене өзгерту керек болады. Неге? Себебі қарым-қатынаста өзін өзгерту өте маңызды болып табылады. Яғни айтқым келгені, сен қасыңдағы адамға қарап ыңғайланасың да, сенде тым ашушаң болсаң, ол адам ашу дегенді ұнатпаса, демек сен ашу деген мінезіңді өзіңнің басуың керек болады. Яғни взаимоотношениядағы чувстволармен өзің справляться етуің керек. Вот осы кітапта сол чувстволарды справляться ету туралы өте қызықты етіп айтылған. Мысалға, менің басымнан өте көп сондай оқиғалар өтеді. Яғни мен адамдармен дружбада өзімнің қырсықтығымды кішкене шетке ысыра тұрамын да, себебі көп адамға негізі қырсықтық ұнамайды. И сол үшін мен өзімнің сол мінезімді кішкене басуым керек болады, чтобы ол адаммен дружбаны испортить етпеуім үшін. Сіздерде де сондай оқиғалар болды ма? Солармен бөліссеңіздер. Кітапта осы қарым-қатынаста осы установкалардың әсері бар да. Мысалы, рост на данность, мышление, установка на данностьтағы адамдар, то есть жаңағы фиксирование мышлениедегі адамдар, олар өздерінің жарын көп мадақтайтын, қолдайтын адам ретінде көреді өздерінің идеалды жарын. Ал жаңағы екінші мышление, яғни гибкое сознание-дегі адамдар, олар бір-бірінің кемшіліктерін көріп, және сол кемшіліктерін жетілдіруге мүмкіндік беретін адам ретінде көреді өздерінің идеалды жарын. Жалпы осы установка өмірдің барлық нелеріне әсері бар ғой. Жалпы сферада әсері бар, қарым-қатынаста болсын, бизнес, спорт болсын, кез келген салада жалпы әсері бар. Негізі, Қымбат әпкемен тоқтай келсем, установка на данность кезінде екі жұптың арасында розовый очки болады деп ойлаймын. Яғни бір-бірін мадақтап, негізіндегі кемшіліктеріне көңіл бөлмейді. Ал установка на рост кезінде олар бір-бірінің дамулары үшін, бір-бірлерінің қателіктерін дамыту үшін, болашақта жақсы тұлға болып қалыптасу үшін бір-бірлеріне көмектеседі. Сол установка на росттың важнысын көрсетеді. Ұжымаған кеп қалдым ма? Мен қалай бармын, солай қабылда дейтін ол өте қате түсінік деп білемін. Өйткені әр адам әртүрлі да, шынымен де бір адаммен нақты дос болғың келсе, немесе бір жарды таңдап ол адаммен бақытты ғұмыр кешкің келсе, онда сен сол адамға қарай ыңғайлануың керек. Ыңғайлану ол өзіңді толықтай жоғалтып алу емес, яғни екі жақты ыңғайлану керек қой бір-біріне. Бәрібір де адамның жоқ дегенде бір қасиеті саған ұнамай тұрады да.
оны мүмкін толықтай ол адамның бойынан алып тастай алмаймыз, бірақ та кішкене болсын ол қасиетті баса аламыз деп ойлаймын. Ол адамның көңіліне тимейтіндей, яғни келесі адамның көңіліне тимейтіндей. Жалпы ойым осы. Мен негізі осы кітаптың спорт бағытын айтып кетсем. Осы тұста қыздарға сұрақ қойғым келіп тұр. Қыздар, жалпы сіздер өздеріңіздің жақсы көретін адамдарыңыз үшін бір бойыңыздағы бір қандай да бір қасиетті өзгертер ме едіңіздер? Егер өзгертетін болсаңыздар, қандай қасиет? Мен осы тұста жауап беріп кетсем деп едім. Мен жаңа айттым ғой, мен негізі өте қырсық адаммын да. И кейде адамдармен отношения ғана емес, сол қарым қатынаста адамдармен байланыс ұстау кезінде сол қасиет өзіме минусын келтіреді. Егер де мен өзіме ұнайтын және сол адаммен всю жизнь болғым келеді деген адамды кездестірер болсам, және ол адамға мен дәл сол мінезім ұнамаса, яғни біздің отношениямызға ол менің қырсықтығым кедергі жасап жатса, онда мен өзгерер едім. Кішкентай ситуациялардан сондай бір үлкен проблемасы шығып кетуі мүмкін да. Сол кезде сен сол жаныңдағы адамды жоғалтып алуың мүмкін. Ал менің ең қатты қорқынышым сол өзіме комфорт, өзім жақсы көретін адамды жоғалтып алу. Мен лучше өзімнің сол қасиетімді жоғалтайын, чем ана адамды жоғалтқанша. Мен өзгертетінем, жаңағы Арайдың сөзіне қосылам. Өйткені саған егер ол адаммен жақсы отношение керек болса, неге бірінші өзгерісті өзіңнен бастамасқа? Сол үшін мен өзгертерем. Ол қасиет менде реально ол менің недостатогым болуы мүмкін. Мен жақтан дұрыс емес болуы мүмкін. Сол үшін мен ол нәрсеге қарсы емеспін. Бірақ та мен ойлаймын, негізі адам қарым-қатынасқа түспей жатып, яғни қарым-қатынас жасамай жатып, өзі де дайын болу керек деп ойлаймын. Өзіңді жаңағы барынша дайындап, психологиялық тұрғыдан болсын, жалпы барлық тұрғыдан дайын болған кезде ғана шығар. Мен негізінен ойлаймын, адам егер бір адамды шынайы қатты жақсы көретін болса, онда ол адам өзіне байқалмастай өзгереді деп ойлаймын. Яғни өзгеріп жатқаныңды тіпті сен өзің байқамай қалуы мүмкін. Яғни ол адам саған деген қарым-қатынасынан, саған сені қалай сыйлағанына қарай, сен де өзің сол адамға жаңа қандай еді? Сол адамға қарай не істей бастайды? Сол адамның саған деген қарым-қатынасына қарай, сыйластығына қарай, сен де ол адамға қарай ыңғайлана бастайсың. Жалпы негізі кез келген адам бірден өзгеріп кетпейді ғой. Кішкентай әрекеттер арқылы бір-бірімен жаңағы жақсы қарым-қатынас құрылып, бір кішкентай өзгерістердің өзі жақсы бір дүниелерге алып келеді. Енді мен келесі тарауға осы кітаптың спорт бағытына кетейін. Жалпы барлығымыз білетін чемпиондардың бір таланты бар, бірақ та ол таланттың болуы жеткіліксіз да. Яғни ол талантты біз әрі қарай шыңдамасақ, онда ол адамнан чемпион шығу өте қиын. Яғни көп чемпиондар таланттан емес, олар еңбектен, өздерін дайындаудан, табандылықтан и психологиялық бір өздерін дамытудан шығады. Өйткені кез келген чемпионды қарасақ, ол бірден чемпион болып кетпейді. Ол чемпион болмасқа дейінгі қаншама жеңілістер бар. Ал егер психологиялық өзін-өзі дамытпаған адам бұл жеңілістерге сынып қалуы мүмкін да. Яғни сол жерден спортты тастап кетуі мүмкін. И көп отбасыларда қазір андай теория бар ғой негізі. Бала бір үйірмеге қатысайын деп жатқан кезде, біздің әулетте бұндай болмаған. Яғни мысалға бір домбыраға қатысайын деп жатқан кезде біздің әулеттен күйші шықпаған, домбыра шықпаған дейтін ата-аналар бар. Бірақ та ол, яғни қайтсам болады, ол гены қуаламайды. Яғни талант болу міндетті емес. Бала қаншалықты ол нәрсеге қызығушылықпен қарайды, қаншалықты ол нәрсеге жақын болады, солай ол балада талант пайда болуы мүмкін, яғни тууы мүмкін. Яғни чемпиондар, олар чемпион болып туылып, яғни талантты болып, яғни чемпион болу үшін туылмайды. Олар қарапайым адам сияқты болады. Олар өздерінен чемпион жасайтындар, яғни табандылықпен, сол бір еңбектің арқасында. Енді сіздердің ойларыңыз осы жайлы. Мен осы жерде толықтырғым келіп тұр. Өйткені жаңағы ата-ананың
мұғалімнің тренердің отношениесі балаға қалай әсер етеді осы тұрғыда. Білмеймін, мен бұл кітаптан более түсінгенім, мен ойлаймын, мұғалімдерге көп оқу керек сияқты, себебі именно осы екіге бөліп қарастырған ұстаным дәл ата-ананың немесе мұғалімнің балаға жасайтын отношениесі деп келтірсек болады. Мысалы, ата-аналардың типін екіге бөлейік. Нәтижеге бағытталған ата-ана, баласынан ол не көреді? Баласының мектепке тұрақты түрде баруына қарайды. Тиянақты киіммен қатарынан қалмау деген сөз ғой. Былайша айтқанда, қатып қалған бір ата-ананың ойындағы баланың образы, иә. Ол тек нәтижеге бағытталған. Бұл жерде баланың ішкі тұстары қарастырылмайды, немесе оның қателіктері ескерілмейді. Бұл тұста көретініміз тек қана нәтижені күтетін ата-ана, иә. Бірақ ол баламен более отношение жасап тұрған жоқ, баламен жақын отношение жасап тұрған жоқ. Ал екіншісі, бізде дамуға бағытталған ата-аналардың типін қарастырсақ болады. Бұл жерде баланың қателіктерін оған қателік ретінде көрсетпейді, оған қателік жасауға мүмкіндік береді, оның нормальный екенін көрсетеді. Және де айтып тұр ғой, баладағы қабілет болу керек деген сияқты оған шартпен қарамайды. Баланың қателік жасауына мүмкіндік беру арқылы главный оның тоқтамай еңбектенуіне, тоқтамай оқуына жағдай жасайды. Яғни баланың ішкі жан дүниесімен де жұмыс істейді деп айтуға болады. Осы жерде мұғалім мен тренердің де рөлі өте жоғары, себебі мұғалімдер баланың өміріне бірден бір әсер ететін тұлға, және де спорт бағытында да айтып кетті ғой, тренер баланың тек қана жетістікке жету, оның жаттығуларына ғана қарамайды, ол өмірлік бір дағдыларға да баланы қалыптастыруға көмектеседі. Сол үшін әрбір мұғалім, тренер болсын, ата-ананың болсын, бала үшін жасайтын еңбегі, орны өте зор. Сол үшін мұғалімдерге осылай жұмыс істеуді ұсынар едім. Мен спорт туралы өз ойымды айта кететін болсам, негізінен спорттың ерте кеші жоқ деп айтады ғой. Осы тұрғыда установка на рост ойлау жүйесіне бағытталған, негізделген адамдар спортты өздері үшін, өз денсаулықтарын шынықтыру, жақсарту, салауатты өмір салтын ұстану үшін, яғни өз өмірлері үшін ұстанатын болса, спортпен айналысатын болса, установка на данность ойлау жүйесіне негізделген адамдар, наоборот, спортпен шұғылдануға әлі уже кеш. Мен бәрібір де спортпен шұғылданатын болсам, чемпион болмаймын, мен спортпен шұғылданатын болсам, жарыстарға қатыспаймын деп спортпен айналыспайды. Яғни бұл басқалардың бағалауына, басқалардың ойына тәуелділікті білдіреді. Әпкен айтып кеткендей, баланың дамуында ата-ананың рөлі өте күшті ойнайды деді ғой. Яғни кейбір ата-аналар бар, балдарын барынша қысып ұстайды. Например, өзім де сондай байқағам, подругаларымның ата-аналары болады. Біз каждый раз андай қыдырғымыз келгенде оны үйге тығып қоя береді да. И одан, мне кажется, бала одан саман көргісі келеді. Например, кешке қарай далаға шықпа деген сайын, ол бала көргісі келеді. Кешке қарай далаға шықсам не болады деген сияқты ше. И сол нәрсені ол бала істемегенінше, оның миында сондай бір барьер тұрады, соны істеп көру керек. Я қазіргі тілмен айтқанда. Менің қазір айтып отқаным ондай кішкентай нәрсе болып көрінуі мүмкін да, типа кешке далаға шықпау деген сияқты. Бірақ ондай өмірде қарасақ, ондай ситуациялар өте үлкен. Өте үлкен да. Мысалға, ата-аналар кейде балаларын сыртта загран оқуға жібермейді. Бірақ балаларға өте қызық болуы мүмкін. Просто ата-аналар балдарын қатты уайымдағаннан солай істейді, ал бала оны түсінбейді. Мне кажется, сондай кезде кішкене балаға свобода беру керек, еркіндік беру керек. Осы затпен әпкеме өте қатты келісемін. Мен мысалы практикада болдым. Енді оқушының атын айтпай қояйын, бірақ та бір қыз болды бізде. Ол курсқа қатысқысы келмейді, бір спорт түріне қатысады да, ол спортқа қатысқысы келмейді. Бірақ та анасы айтқаннан кейін ғана, мамасы айтқаннан кейін ғана қатысып жүр. Мен сөйтіп сұраймын оқушыдан, не үшін бармай жүрсің деген сияқты курсқа. И ол айтады, мен негізі оған барғым келмейді, ол курсқа онша қызықпаймын, тек мамам айтқаннан кейін қатысып жүрмін деді. Содан кейін мен айттым, онда қызықпайтын болсаң,
лучше өзіңнің қазір не қалайсың сол курсқа барғаның дұрыс қой дедім. Өйткені балада да қызығушылық болмаса ол салада жетістікке жетуі мүмкін емес қой. Иә, босқа уақыттың кетуі. Иә. Кейбір ата-аналар бар, өздерінің бала кезіндегі қазіргі тілмен айтқанда гештальтты өздерінің балалары арқылы жапқысы келеді. Яғни бір бала болашақ мамандығын таңдайын деп жатқан кезде де бір қайтесің ол мамандықты, лучше дәрігер бол, лучше мұғалім бол дейтін сияқты балаға өзінің ойын былайша айтқанда, грубо айтқанда приходить ететін дейді ғой. Сондай ата-аналар көп та, бірақ та кейін ол тұтастай бір тұлғаның, яғни бала да тұлға ғой, өсіп келе жатқан сол тұтастай бір тұлғаның болашағын, өмірін құртып жатқанын ондай ата-аналар түсінбейді. Сол үшін де баланың өзінің таңдауы болу керек, ол да жеке тұлға, баланың өзінің бір ойы болу керек, және де ата-ананың қызығушылығы міндетті түрде балаға тура сол сияқты гені арқылы беріледі деген қате түсінік. Яғни баланың басқаша қызығушылықтары болуы мүмкін деп ойлаймыз. Соны ата-ана ретінде түсіну керек. Негізі бір жағынан ата-аналарды түсінуге болады да, енді уайымдайды баласын. Бірақ та аса қатты не болмау қажет. Жалпы баланс ұстау керек қой, кез келген нәрседе баланс болу керек. Жаңағы тыйым салуға байланысты айтқым келіп тұр. Негізі наркотикке де мысалы тыйым салынды да, бірақ бәрібір де жасырын ол нәрсе күшейіп жатыр деген сияқты ғой. Просто бұл жерде біз негізі айта береміз ғой, бірақ еркіндік беру керек балаға, бірақ жауапкершілікпен екенін де түсіндіру керек та ше. Қазір еркінсіп қатты білгенсіп кетіп жатқан балдар да бар ғой мысалы, но еркіндік пен жауапкершіліктің бірге жүретінін түсіндіру керек. И сонда, мне кажется, балада да адекватный ой қалыптасады деп ойлаймын. Тура қоғамда да сондай ғой, қазір бір нәрсеге тыйым салады, но по-любому ол нәрсе тоқталып жатқан жоқ деген сияқты. Просто бұл нәрсе сарынмен, байыппен келетін нәрсе да. Бірден тыйым салу ештеңені жеңбейсің деген сияқты. Жалпы кітапта айтылған, мысалға жаңағы айтып кеткен ата-ана мен мұғалімнің балаға отношениесі жайлы. Бұл мәтіннің мен мысалы оқығаным бойынша қандай түйін алдым? Баланы оның қабілеті үшін емес, оның талпынысымен жасаған еңбегі үшін бағалау. Яғни мақтаудың пайдасы мен зияны. Мысалы бізде көп ата-аналар қалай істейді? Жарайсың, ол бір істі бітірсе, сен ақылдысың, жарайсың, сен мықтысың деген сияқты айтады. Ал бала ақылдысың деген сөзге қалай ойланады? Болды, мен ақылдымын, ендігі жолы қателеспеуім керек деген түсінік қалыптасады. Ал ол дұрыс емес. Керісінше қалай мақтау керек? Сен бұл жұмысқа өте көп уақыт бөлдің и жұмысты жақсы атқардың деген сияқты. Оның процестегі еңбегін мақтау арқылы баланың мотивациясын көтеруге болады. Осы тұста мен өз өмірімнен мысал айтқым келіп отыр. Бізде университетте шетелдік мұғалім береді. Ол кісі бізді қалай бағалайды? Ол біздің қаншалықты білім деңгейімізді, қаншалықты тақырыпты меңгергенімізге байланысты бізді бағаламайды. Керісінше, ол біздің сабаққа қаншалықты белсенді, қандай талпыныспен, құштарлықпен қатысқанымызға қарай бағалайды. Сол арқылы біз тек баға үшін емес, өзіміз үшін мотивациямен оқитын болдық та. Негізі осы установка на данностьтағы оқушылар жаңағыдай қателік жасаудан қорқады шынымен де. Олар жаңағы тек олардың біліміне ғана жарайсың деген сияқты нелер айтады, мақтаулар айтады, и олар уже қате жасаудан қорқады, и олар тек қана өзін дәлелдеуге тырысады ондай кезде. Және ол жерде ешқандай өсу болмайды. Ал екінші жаңағы гибкое сознаниедегі оқушылар, олар жаңағы еңбегіне, талпынысына мақтаған кезде олар қателік жасаудан қорықпайды, яғни өздерін үнемі дамытуға, өсуге мүмкіндік алады. Негізінде бірақ қазіргі таңда көп оқушылар қателік жасаудан қорқады. Мысалы, өзімізде қазір практикадамыз ғой, мысалы, көп оқушылар қателік жасаудан қорқады. Мысалы, ағылшын тілінде қате болса да сөйлей бер деймін да мен, бірақ соның өзінде оқушылар жаңағы өзінің ойын айта алмай қорқып тұрады қате жасаудан. Иә. Мысалы, бізде оқушы кезімізде ондай болған, сіздерде болған осындай қателік жасаудан қорқу. Чтобы сенің ата-анаң сені ақылды деп ойлау үшін, сен де өз кейде қателік жасаудан қорқасың. Менде де сондай болады, например. Мен НТ жолында физматты таңдадым. Физика, математика, бірақ өзім физикадан өте тупой едім. Тупой дегенде математика күшті, бірақ физика онша емес та. И мен чтобы ата-анамнан сол күшті бір сөздер есту үшін дейін ба,
или ата анамның үміті деген сияқты қарадым да, физиканы до конца оқуға тырыстым ше. Енді тапсырған уақытқа дейін физиканы өзім оқи алам деп, яғни мен өзімді өзім мойындамадым деп айтсам болады ше. Ата анама барып, мен физика оқи алмайды екенмін, оказывается, деп айтуға қорықтым. Олар мен қабылдай алмай қояды деген сондай бір қорқыныш арқылы мен солай физматты тапсырдым да. И теперь өткен іске өкінбе, өткеніңнен сабақ ал деп айтады ғой. Мен түсіндім то, что физикаға қатты жақын адам емеспін, и в будущем физикаға мүлде жоламайтын сияқтымын. Математика it's okay. Келесі бізде бизнес бағыты, яғни осы установкаларында бизнеске әсер бар. Жалпы осы бизнес саласында SEO ауруы деген бар, яғни болезнь SEO деген, яғни SEO деген басшы деген мағынаны білдіреді ғой. Бұл басшының өзін мінсіз етіп көрсетуі, жаңағы оның қол астындағы адамдарға жаңағы өзін мінсіз және өзінің айтқан пікірі дұрыс деп көрсетуі. Жалпы бұндай аурумен негізі не істемеген дұрыс деп па? Қалай еді? Қалай еді еді? Жалпы жақындамаған дұрыс. Осы кітапта, яғни Ли Якокка есімді бір басшы болады, бір компанияның, және ол жанына, айналасына тек қана өзін мақтайтын жұмысшыларды ғана жинаған, және соның арқасында оның компаниясы толығымен жаңағыдай жабылып, не болады, банкрот болады. Және де осы тұста бізде жоспар деген бар. Жалпы осы установка на данностьтағы адамдар жоспарды қысқа етіп қояды, яғни қысқа мерзімді жоспар қояды, бірақ та олар тек нәтижеге ғана қол жеткізгісі келеді, тез нәтижеге қол жеткізгісі келеді. Ал жаңағы гибкое сознание, олар ұзақ мерзімді жоспарды көбіне мақсат етеді, олар процесстен ләззат алады. Осы тұста Альберт Данлоп есімді компанияның жаңағы несі бар, басшысы, ол қысқа мерзімді жоспар құрады. Яғни компания ақшасын тауып жатыр, өсіп жатыр, бірақ та кейін ол құлдырап жабылады. Осы кезде Лу Герснер деген ұзақ мерзімді жоспар таңдайды. Ақша орташа есеппен келсе де қатты жоғары емес, бірақ компания жаңағыға қарағанда жоғары табысқа шығып, IBM-ді қайта құрады. Осы тұста бизнесте. Енді установканы қалай өзгертуге болады? Көп адамдар ойлайды, бұл өзгермейді деп. Негізінен адамдар өзгере алады, және де өзгерістің кез келген түрі мүмкін. Жалпы бұл идея негізінен установка на рост, яғни ойлау дамуына негізделген. Адамдар осы өзгерістің осы түрі бар екенін түсінген кезден бастап-ақ оның өмірге, өзіне деген көзқарасы өзгере бастайды. Ол жаңа мүмкіндіктерді көріп, өзінің арман мақсаттарына нақты батыл қадамдар жасай бастайды. Жалпы адамдар өз ойлау жүйесін өзгерткен кезде өмірінде үлкен өзгерістер болады, оның интеллектуалдық дамуы ашылады, еңбектенуге талпынады, уақытын тиімді пайдаланады, және де күн сайын жаңа бір нәрсе өзгеруге тырысады да. Бұрын установка на данность кезінде адамның басты мақсаты өзін дәлелдеу, өзгелердің бағалауы болса, кейіннен установка на рост позициясына өткен кезде ол өзін тереңнен түсініп, өзінің шынайы болмысын аша бастайды. Жалпы қалай установканы өзгертеміз? Ойлау жүйесін өзгерту үшін ең алдымен өзіңнің ойыңды өзгерту керек. Яғни басқалардың ойына, басқалардың бағалауына тәуелді болмай, нақты өз даму жолыңды құрастырып, қайда, не үшін, қашан, қалай дамитыныңды жоспарлап, күнделікті тұрақты түрде сол жоспармен айналысу керек. Сонымен қатар біз енді барлығымыз болашақ мұғалімбіз ғой. Біз балалардың ойлау жүйесін өзгерту үшін біз өзіміз оларға үлгі болуымыз керек. Яғни, мысалы, оқуды айтатын болсақ, оқуды тек баға үшін ғана емес, жаңа бір білімді құштарлықпен үйрену үшін, махаббатпен оқуды үйретуіміз керек. Жалпы, бұрын біз установка на данность кезінде мені қара, мені бағала деген позицияда болсақ, біз өзгеріп, установка на ростқа өткен кезде, біз мен үйренемін, және де мен үйрете аламын деген позицияға ауысамыз. Бұл ұзақ процесс болғанымен соған стоит.
Подкастымыз аяқталуға жақын. Бүгінгі подкастта негізі гибкое сознание кітабын толықтай біз қарастырып шықтық. Және де адамның өзінің ұстанымына байланысты, қалауларына байланысты, яғни еңбек етуіне байланысты түрлі пайдалы ақпараттар ала алдыңыздар деп ойлаймыз. Және қазір сөз соңында, подкастымыздың соңын бір кітаптан алған түйінімізбен аяқтайық. Әрқайсымыз бір түйінмен аяқтап шығамыз, сонымен подкастымызды аяқтаймыз. Менің ойымша, өз ойлау жүйемізді өзгерту дамуға деген алғашқы қадам. Мен біреуде бар деп ойлап жүрген қабілетті, мысалы қызыққан нәрсемді, ол оның қабілеті емес екенін түсіндім, және өзім жасағым келетін сондай нәрсеге жету үшін көп жұмыс жасап жете аламын деп ойлаймын. Сол нәрсені жасайтын боламын алдағы уақытта. Яғни бір салада жетістікке жете алмай жатсам, өзімнің көңілімнен шықпай жатса, мен әрқашан ойлайтынмын, яғни бұл қасиет менде жоқ, бұл талант маған дарымаған деп, сөйтсем маған сәл табандылық пен шыдамдылық жетіспейді екен. Әрі қарай да сол бір еңбекпен жүрсем, мен сол бір жетістікке жете алады екенмін. Кітаптан түсінгенімді айтатын болсам, өз тақырыбымның саласында айта салайын. Яғни сен үшін идеальный адам ол барлық қасиеттегі идеальный емес. Яғни сендегі кейбір қасиеттер ода болмауы, және одағы кейбір қасиеттер сенде болмауы. Яғни ин мен ян болғанда идеальный комбо шығады екен. Мысалы, біздің бойымыздағы кемшілік біреулер үшін сол қызығып қарайтын бір қасиет болуы мүмкін да. Сондықтан өзіміздің жаңағы барынша кемшіліктерімізбен жұмыс жасап, оны өзіміз арнайы бір алдымызға мақсат қойсақ, өзіміз жаңағы талпынып мақсатымызға жетістіктерге жете аламыз. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Сіздермен болған The Elist тобы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.